Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жапондық моти деп аталатын десерттің рецептісімен бөлісемін. Ең алғаш рет мотидің дәмін көрген кезде маған қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен 180 грамм сүтімізді ыдысымызға құйып, қантымызбен бірге араластырамыз. Енді үстіне пищевой красителімді 1-2 рет тамызамын. Құрғақ краситель салуға да болады. Мен осылай қызыл түсін таңдап алдым. Енді үстіне сұйық майымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Күріш ұнын толықтай осы ыдысқа салып жіберіп, барлығын толықтай жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйықтық шығады. Оның бетін пищевой пленкамен жауып, бетін пышақтың көмегімен тесіп, микроволновканың ішінде пісіріп алатын боламыз. Осылай ауа кіретіндей қылып, бетін тесіп аламыз. Микроволновкаға 2-3 минутқа қамырымызды пісіріп алатын боламыз. Қамыры дайын болғанша біз кремін дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге сгущенка керек. Аздап қосамын, шоколад қосам және де бір банан. Сүзбелі ірімшігіміздің үстіне сгущенкамызды құйып миксерлеп аламыз. Мінекей креміміз дайын болды. Енді кондитерлік қапшығымызға салып, ыңғайлы болу үшін дайындап қоямын. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Кілегейлі, қолға жабысып тұру керек. Сұйық болса микроволновкаға тағы да салып пісіріп алғандарыңыз дұрыс. Енді бөлшектерге бөліп десертімізді дайындаймыз. Біздің қамырымыз қолымызға жабысып қалмас үшін осылай кукурузный крахмал пайдаланамыз. Сонда біздің қамырымыз құрғақ күйде тұрады. Енді осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Мен 10 бөлшекке бөлетін боламын. Мінекей осылай шарик тәріздес қылып дайындап алдық. Енді кукурузный крахмалымызды шашып, үстіне аунатып алып, осылай оқтаумен жайып, арасына кремімізді жағып, мен сүзбелі ірімшігіміздің үстіне шоколад пен банан қосатын боламын. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі жеміс-жидектер салып жасай берулеріңізге болады. Видеода көрсетілгендегідей қылып, жан-жағын бәрін жауып ораймыз. Көлемі шарик тәріздес болуы қажет. Барлығын осылай кукурузный крахмалды шашып, бәрін жайып, жасап дайындап аламыз. Қамырымыз қатты жұқа болып кетпеу керек. Әйтпесе креміміз шығып кетуі мүмкін. Біздің мотиларымыз дайын болды. Өте керемет, тәп-тәтті болып шықты. Менің күйеуіме қатты ұнады деп айтсам болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.